Төмендегі сөйлемдерді оқыңдар дейді. Біріншісін оқайық. Мұздықтар құрлықтың 11%-ын алып жатыр. Бұл не деген сөз? Біздің жеріміз мынандай дөңгелек пішінді ғой. Соның кейбір жерлерінде бізде құрлық бар, яғни жер бар. Кейбір жерлерінде бізде су бар, тағы сол сияқты, иә? Сол жерді біздер құрлық деп атаймыз. Сонда бізге айтып тұрғаны мына біздің жер шарының 11%-ын мұздықтар сол құрлықтың 11%-ын алып жатыр дейді. Бізде мына жерде мұздық бар, мына жерде Антарктида бар. Бізге айтып тұрғаны осы құрлық деген су емес жердің 11%-ын мұздықтар алып жатыр деген сөз. Алып жатыр дейді. Ол не деген сөз? Ол барлық құрлық бізде 100% болған болса, оның 11%-ы мұздықтар деген сөз. Ал қалған 89%-ы басқа нәрселер болуы мүмкін. Екіншісі, мұздықтар тұщы судың 97%-ын қамтиды дейді. Тағы да мұздықтар туралы, жаңағы мұздықтар тұщы судың 97%-ын қамтиды дейді. Тұщы су деген біздер күнделікті ішетін суымыздың 97%-ы сол мұздықтардан келе жатыр деген сөз. Қалған сонда 3%-ы басқа нәрселерден келе жатыр деген сөз. Біздер тұщы судың 97%-ын, өте көп бөлігін мұздықтан алып жатырмыз деген сөз. Таулар жеріміздің 10%-ын алып жатыр. Біздің жерімізде айттық қой, мынандай әртүрлі жерлер болатын болса, осы жердің барлығының ауданын қосып 100-ге бөлсек, ол 1%-ын береді. Сонда бізге айтып тұр, таулар жеріміздің 10%-ын алып тұр дейді. Сонда біздер жаңағы құрлықтарымызды 100-ге бөліп, соның 10-ын алатын болсақ, ол сол таулар шығады екен. Жаздың ыстық мезгілінде кішігірім ормандарда ауаның ылғалдылығы 11%-ға дейін көтеріледі. Ол не деген сөз? Егер күнделікті мезгілде ауаның ылғалдылығы белгілі бір жерде X болған болса, ол 11%-ға көтеріледі деген, ол өзінің 100%-ы сақталады, және оған тағы да 11% қосылады. Сонда 111%-ға көтеріледі екен. Ормандар ауданы 10 миллион гектар немесе республика аумағының 3%-ын құрайды. Ол не деген сөз? Бізде Қазақстан Республикасының жерінің 3%-ын ормандар алып жатыр деген сөз. Ол Қазақстан Республикасының барлық жерін 100-ге бөліп, соның 3 бірдей бөлігін алатын болсақ, ол ормандар шығады екен. Немесе бүкіл ормандар жатқан жердің барлығын алып қосатын болсақ, Қазақстан жерінің 3%-ын алады екен. Міне тағы сол сияқты мына екеуін де шығара аласыңдар.